Қымбатты көрермендер, мынау біздің Тасбөгеттің мешітінің 17 ноябрь күнгі таңертеңгі уақыт. Барлығы жобаға келіп жақындап тұр. Алла тағала осы біздің Тасбөгет халқының несібесіне мынау столовыйына жаңа салынып жатқан енді ар жағында жаңағы жуынып шайынатын жерлері, мынау үлкен несі, үлкен мешіттің сұлбасы. Жақын жерден түсіріп тұрмын. Бұл көзің тояды, шынын айтқан еңбек жасап жатыр. Рахмет бауырларымызға, осының басқасында жүрген Абзал Еке компаниясының басшыларына, солардың атқарып жатқан жұмыстар ғой. Енді қандай тамаша жұмыстар жасалып жатыр. Мен мына жұрттан бұрын көрсетіп отырған себебім, өзіміздің Тасбөгеттегі бауырлар осы жаңалықты бірінші білсін деп көрсетіп жатырмын. Бәрін тегістеп, қандай әдемі, енді бір керемет болайын деп тұр енді бұл здание. Айтатын жағын, осы елдің, халықтың игілігіне Аллаға ниет қылатын үлкен орын. Алланың құлшылық қылып, бала шағамыздың тілегін тілеп, ата бабамыздың аруақтарынан Құран оқып, осындай мінәжат ететін қасиетті жер деп есептеймін. Көрдіңіздер ме, қашықтан қарағанда қандай әдемі. Мынау даже жаңадан салынған, осы 2 жыл бұрын салынған мына үйде осының жоқ жерін толтырып тұрғандай. Қараңыздар, қалай көзің тоймайды енді. Мен Тасбөгетті олай дейді, бұлай дейді, өйтпейді, бүйтпеді дейді. Бірақ істеліп жатқан жұмыстарды көру керек қой. Өтіп жатқан жұмыстарды көру керек. Осы басшылық жасап жатқан азаматтарға да мыңда бір рахмет. Осының барлығын көріп, солардың басшылығы емес пе? Шынын айтқан, заманымыз жақсы болса, тыныш болса, соғыс болмаса, әбдемі замандар өтіп жатқан. Ал енді осының барлығын көрмеу мүмкін емес. Бізге өзі адам өзі қай уақытта да еш нәрсеге көңіл толған емес, толмайды да. Бірақ енді мына шын мәнінде істеліп жатқан жұмыстардың мынау түріне қарап, ыңғайына қарап, енді көзің тояды енді. Шындығын айту керек. Алла тағала ұзағынан берсін. Осы Тасбөгет халқына ұзақ жылдар қызмет етсін. Осы мешіт не деген дүние, мынаның барлығы ішін енді кейін көрерміз. Бұның енді көптеген ақша қаражаттар кеткен енді шамасы. Өте жақсы салынған. Қуанғаннан жаңа ораттан кіріп, көріп мына нелерді түсіріп жатырмын. Ал енді Алла тағала осы бәрімізге жұғысты болсын. Халықтың тілегі орындалсын. Халқым жылдан жылға жақсы бола берсін. Көрдіңіздер ме, міне әлі аяқталған жоқ жұмыстары. Біздің елімізге қосқан үлкен үлесі емес па осы атпал азаматтардың? Қалай осыны айтпайсың? Айтуға тұратын дүние болғаннан кейін айтасың. Ал енді рахмет осында қызмет етіп, осының барлығы басқасында жүрген азаматтарға. Не деген мынау гарамат дүниелер. Жақсы түсірілімді аяқтаймын, сау болыңыздар.